Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Сағат түнгі 3. Мына Nexia қаныш бітті. Әлі соғысып отырмыз. Айдын деген бауырымның Nexia'сы. Мәшіне оталады. Суық кезде жақсы оталады. Қызғаннан кейін трайт етіп қалады. Свечаң бәрі қап-қара, глушителден қара түтін ұрып отыр. Мап-датчик па деп ойлағанбыз, мынада мап-датчик па? Мап-датчик емес. Свечаны тазалап тастасаң қарайып кете береді. Бензонасостың релесін мәшіне оталып тұрған кезде түн шығып оталады енді. Қиналып, бір дизель сияқты сілкілдеп істеп тұрады. Ал бензонасостың релесін алып қалсаң, давление азайған кезде мәшиненің обороты көбейеді. В общем, перелив болып тұр. Кәдімгідей перелив, богатый смесь болып тұр. Диагностика жасадық, богатый смесь деп тұр. Аяғында мына топливный рампыны, мына шлангысын шешіп, бензонасосты прямой замыкать етсек, мына жерден 3 атмосферден жоғары қарай, мына жерден обратқа кету керек, обратқа ақпайды. Мына клапан заклинутый. Не ашпайды, не жаппайды, қатықпаған обраткаға бармайды. Бензонасос қиналып істейді. Форсункалардан давление, қатты давление беріп тұр, сонымен перелив болып тұрған. Бензин көп шашып, сонымен мәшіне мотор суық кезде сразу холодный прогревочный оборот ұстаған кезде 1,5 оборотқа жетіп алады да, сонымен нормально істеп тұрады. 1,5-нан түсіп холостойға түскен кезде бензинді құяды, жағалмайды, қара түтін кәдімгідей артынан бұрқылдап. Мына клапанды, мына жерін көріне ме екен әсі? Мына клапанды шетін, мынандай жерін әйтеу зорға дегенде 1 сағат отырып әйтеу клипать етіп аштық. Ашып ішінде клапан бар. Сол клапанды карппен жуып қайтадан салып, пружинасы бар, мембранасы бар. Соның бәрін жуып салып, қайтадан қысып салдық. Қазір бензонасос прямой замыкать етсең, мынадан давление ақып тұр, бензин ақып тұр. Енді қазір айтасыздар ғой, мотор емес білгіштер. Ол болмайды, басқасын салу керек. Конечно, басқасын салу керек. Бірақ енді остан-бостан емес па тексеріп алу керек болып тұр. Карсити-марситиң бәрі жауып кеткен. Жарты Алматыны айланып шықтық. Ешқай жерде ештеңе жоқ. Қазір саламыз, оталғанын көрсем. Айдын бауырым ертең мороженое сатам, братан, жасап берші деп түні бойы. Мороженое сатқанға жайып желание жоқ, о жаққа бару керек деп. Сонымен жасап жатырмық. Міне, салып болдық. Бензонасосын несін саламыз ба? Бензонасосын релесін сал айтпақшы. Давай. Бағанадан бері бензинді құйып кішкене не болып қалған ғой. Қара түтін кетті. Қазір біраз қыссын, дальше көреміз. Температура әлі қызбады. Қазір қыссын. В общем, жаңа мына клапан ғой. Мына клапанның беті болу керек. Сол бетін алып тастады. Бетін қайтадан салдық, мынадан бензин ақпай қалды қайтадан. Алып тастадық, нормально жүріп тұр енді қазір.
Ана клапанды ауыстыру керек. Қазір енді более-менее кішкене. Бағана вообще бүйтіп от алмай қалған. В общем, сол жігіттер қара түтіндетіп, холостой ұстамай, бензин переливать етіп, свечаларын қап-қара болып кетіп жататын болса, бірінші очередь жаңағы осы обратный клапанды тексеріңдер. Обратный клапанның шлангысын шешіп, бензонасос прямой замыкка релені алып тастап, на прямой замыкка кеткен кезде, жаңағы обратный клапаннан лишний бензин ағу керек қой. Бензонасос кемінде жоқ дегенде 5 атмосферден жоғары қарай качать етеді ғой. Жақсылар 10, 11, среднилар 8 атмосфер. Сондай кезде ана топливный рампада тұрған ана датчик 3 қой деймін, по-моему, қателеспесем. 3 атмосферден асқан кезде обратқа лақтырып тұру керек. Жақсы. Ассаламу алейкум бәріне.